де қаралы хабар тарады. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армы қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Қаралы хабар. Танымал ақын Күләш Ахметова өмірден озды. Мәдениет және де ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі мәлім етті. Мәдениет және де ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі қазақ поэзиясында айрықша із қалдырған ақын, мемлекеттік сыйлықтың лауреатын Күләш Ахметова өмірден өтті деп хабарлайды skifnews.kz ақпарат порталы. Министрлік қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі, мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты, парасат және де құрмет ордерінің иегері Күләш Ахметованың өмірден өтуіне байланысты отбасы менен жақындарына, күллі әдеби қауымға, туған халқына қайғыра көңіл айтады. Күләш Ахметова өзінің нәзік лиризмменен, азаматтық асқақ үніменен, ұлттық руханиятқа сіңірген өлшеусіз еңбегімен қазақ поэзиясында айрықша із қалдырған тұлға. Қазақ поэзиясының ақ гүлі атанған ақынның әрі жылдары жарық көрген ақ гүлім менің, сен менің бақытымсың, бұлақтағы жұлдыздар, мейірім, жапырақ жазды жүрегі секілді жыр жинақтары оқырман жүрегінде жол тауып бірнеше буынның эстетикалық талғамын қалыптастырды. Ұлттық мәдениеттің дамуына сүбелі үлес қосқан ақынның жарқын бейнесі, ұлтқа сіңірген еңбегі менен рухани мұрасы халықтың жадында мәңгі сақталады. Өнегелі өмірі менен шығармашылық мұрасына жас ұрпақ үшін үлгі болып қала береді. Марқұмның топырағы торқа, иманы жолдас болсын делінген хабарламада. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де видеоролик кеңінен тарап қажетті жерлерге жету үшін видеоролик астына подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.